25 жылдан аса тыныш әрі бейбіт өмір сүріп келген Кратерсвилл қаласының тыныштығын бір күнде аяусыз трагедия бұзды. 2005 жылдың 25 қаңтары Индиана штатындағы шағын ғана Кратерсвилл қаласы. Сол күні 10 жастағы Кэти Колман мектептен үйіне оралды. Анасы Анджела үйде болатын, кешкі ас дайындап жатқан. Әкесі Джон жұмыста еді. Бәрі де жай күндердің бірі сияқты көрінген, еш ерекшесіз, күнделікті қайталанатын жай ғана бір бейсенбі секілді. Сағат 15:00-де Анджела Кэтиді жақын маңдағы дүкенге жұмсайды. Мұндай тапсырмалар оған үйреншікті еді. Талай рет өзі барып келетін. Дүкенге барып қайту жарты сағаттан аспайтын. Кэти кешіккенде анасы алғашында аса алаңдамады. Кейде жолда достарымен кездесіп кідіріп қалатын. Бірақ әкесі Джон жұмыстан келіп, қыздары әлі үйде жоқ екенін көргенде, ата-анасы шын мәнінде уайымдай бастады. Алдымен олар өз күштерімен іздеуге тырысты. Кэтидің құрбыларына қоңырау шалды. Жол жөнекей кідіру мүмкін деген барлық жерлерді аралап шықты. Алайда ешқандай ақпарат таппаған соң полицияға жүгінуге мәжбүр болды. Бала жоғалды деген хабар жергілікті полиция үшін нағыз шок болды. Кратерсвилл халқы 2000-ға жетпейтін шағын қала. Мұнда бәрі бірін-бірі таниды. Ал балалар кешке дейін далада ойнап жүре беретін. Ата-аналар да еш алаңдамайтын. Бұған қоса, бұл қалада соңғы 25 жылдан бері бірде-бір ауыр қылмыс тіркелмеген еді. Сондықтан полиция әуелде барлығы жақсы аяқталады деп үміттенді. Іздестіру жұмыстары басталды. Полицейлер Кэтидің сол күнгі жүріп өткен бағытын анықтауға тырысты. Супермаркеттегі кассир Кэтидің расында дүкенге келгенін растады. Сонымен қатар бірнеше куәгер қызды шамамен сағат 16:00-де темір жол бойымен үй жағына қарай кетіп бара жатқанын көрген. Алайда сол жерден кейін Кэтидің ізі күрт үзіліп қалған. Іздеуге көптеген еріктілер қосылды. Мұндай шағын қалада осындай сұмдық жағдай орын алып, ешкім ештеңе байқамады дегенге сену өте қиын еді. Соған қарамастан іздеу жұмыстары нәтиже бермеді. Араға 24 сағат салып, полиция Кэтидің ұрланғанына және қала аумағынан тыс жерге әкетілгеніне сенімді бола бастады. Тергеуге ФБР қосылды. Бірақ қыз жоғалғаннан кейін тек 2 күн өткен соң ғана алғашқы маңызды дерек пайда болды. Полицияға бір әйел қоңырау шалып, Кэтиді ақ түсті пикап көлігінен көргенін айтты. Оның сөзінше, қыз алдыңғы орындықта отырған, сабырлы көрінген. Көлікті тізгіндеген, көзілдірік таққан ақ нәсілді ер адам. Куәгер әйелдің айтқандары негізінде күдікті ер адамның фотороботы жасалды. Тергеушілер үшін басты кілт сол ақ түсті көлік секілді көрінді. Бірақ мәселе ақ түсті Ford F-150 маркалы көлік ол өңірде ең көп таралған автокөлік болатын. Әрбір иесін жеке тексеру көп уақытты қажет етті. Ал уақыт бұл жағдайда полицияның жағында емес еді. 30 қаңтар күні таңертең патрульдік полиция қызметкері Сей Пирс көлінің жанынан өтіп бара жатқан. Көзіне жағалауға жақын маңда су бетінде қалқып тұрған көк түсті бірдеңе түсті. Жақындап барғанда оның бала мәйіті екенін түсінді. Бұл 10 жасар Кэти Колманның денесі еді. Енді қызды тірі көреміз деген үміт мүлде сөнді. Жай ғана жоғалып кету ісі енді ресми түрде қасақана кісі өлтіру ісіне айналды. Қыздың денесінде ешқандай көзге көрінетін жарақаттар болмады. Не пышақ ізі, не оқ іздері. Сондықтан сот медициналық сараптама жүргізілгенге дейін Кэтидің нақты неден қайтыс болғаны белгісіз еді. Көбіне мәйіттің табылуы қылмыскерге апарар бір айғақ береді. Бірақ бұл жолы полиция тығырыққа тірелді. Күдікті де жоқ, пикап көлігі де табылмады, қылмыс іздері де болмады. Алайда Кэтидің денесі табылғаннан кейін 3 күн өткен соң ешкім күтпеген оқиға орын алды. Дәл жайма-шуақ күнгі найзағайдай полиция бөлімшесіне 20 жастағы жергілікті тұрғын Чарли Хикман өзі келді. Ол тергеушілерге өз досымен бірге темір жол маңындағы қаңырап бос тұрған үйде метамфетамин жасап жатқанын айтты. Сол сәтте кенеттен үйге бір қыз кіріп келген. Жігіттер қыздың көргенін біреуге айтып қояды деп қатты қорқып, абдырап қалған. Қорқыныштан не істерін білмей, оны ұстап алып, қолын артқа қайырып байлап, көлікпен көлге апарған. Сол жерде олар қызды жартас шетіне дейін апарып, қорқытпақ болған. Алайда қыз жігіттердің қолынан сытылып шығып, абайсызда суға құлап кеткен. Жігіттер оны құтқару керек пе жоқ па деп өзара дауласып тұрып,
соңында жай ғана көліктеріне мініп кетіп қалған. Қазір арада біраз уақыт өткен соң Чарлидің айтуынша оны ішкі жан азабы мен кінә сезімі мазалап келген. Сол себепті ол шындықты мойындауға бел буған. Бұл оқиға барша жұртты есеңгіретіп тастады. Соншалықты қисынсыз әрі ақылға қонбайтын оқиға еді. Араға бірнеше күн салып, Кетидің мәйітіне жасалған сараптаманың нәтижелері келді, және бұл тергеу үшін нағыз бомба болды. Экспертиза көрсеткендей, қыз бала зорланған. Алайда ең үлкен мәселе, оның денесінен табылған ДНК Чарли Хикманға да, оның досына да тиесілі емес болып шықты. Мұндай айғақтың табылуы нағыз сәттілік еді. Себебі Кетидің денесі суда 5 күн бойы жатқан. Тек судың суық температурасы ғана шәуеттің сақталып қалуына мүмкіндік берген. Енді тергеу алдында тағы бір маңызды, тіпті шешуші сұрақ тұрды. Чарли Хикман мен оның досынан басқа бұл қылмысқа кімнің қатысы болуы мүмкін? Хикман өздерімен бірге тағы біреу болды дегенді үзілді-кесілді теріске шығарды. Дегенмен, қыздың зорланғанын да жоққа шығармады. Ал оның серігі тіпті ештеңе білмейтінін, Кетидің өліміне мүлде қатысы жоқ екенін айтып шықты. Іс барған сайын күрделене түсті. Күдікке барлығы іліне бастады. Тіпті Кетидің өз әкесі де. Полиция ондаған адамның ДНК үлгілерін алып тексерді. Бірақ ешқайсысы Кетидің денесінен табылған ДНК-мен сәйкес келмеді. Хикман өз кінәсін мойындағанымен, тергеушілер бұл істі әлі жабуға асықпады. Себебі шын мәнінде жігіттер жалған айтпауы да мүмкін еді. Олар Кетиді ұстап алған сәтте, ол әлдеқашан зорланған болуы мүмкін. Бұл ой Кетидің ата-анасының онсыз да жанын жегідей жеген қайғысын одан әрі үдете түсті. 3 ай бойы тергеушілер, патрульдік полиция және зертхана сарапшылары тынымсыз еңбек етті. Ақыры олар алғашқыда мән берілмеген, бірақ кейін кілтті дәлелге айналған айғаққа тап болды. Қылмыс болған жерге жақын маңнан шылым шегілген бір тал темекінің тұқылы табылды. Оның сүзгісінен алынған ДНК Кетиді зорлаған адамның ДНК-сымен толықтай сәйкес келді. Ең ғажабы, бұл темекі сирек кездесетін Роджер маркасынан болған. Мұндай темекі 60 шақырымдық аумақта бар болғаны 4 дүкенде ғана сатылатын. Полиция сол дүкендердің сатушыларына нақты нұсқау берді. Кімде-кім Роджер темекісін сұраса, бірден полицияға хабар беру керек. Араға шамамен 1 апта салып, ақыры күткен қоңырау келіп түсті. Дүкен қызметкері бір ер адамның келіп, Роджер темекісін сатып алғанын хабарлады. Ең үрейлісі, ол ақ түсті пикап көлігінде болған. Дәл сондай көлікте Кети отырғанын бұған дейін куәгер әйел айтқан еді. Көліктің нөмірі арқылы оның иесі анықталды. Ол 40 жастағы, әйел мен балалары бар Энтони Стоклмен есімді ер адам болып шықты. Шын мәнінде полиция Кети жоғалғаннан кейін, яғни 3 ай бұрын да сөйлескен еді. Ол кезде Стоклмен тек ақ пикап мінген көптеген азаматтардың бірі болатын. Сұхбат барысында ол шынымен сол күні қызды көрген, бірақ ешқандай күмәнді жағдай байқамағанын айтқан. Алайда бұл жолы тергеушілердің оны қайта тергеуге салмақты себебі болды. Детективтер Энтони Стоклманның үйіне келгенде, бірден назар аударғандары Роджер маркалы темекі тұқылдарының өте көп болуы еді. Стоклмен полицияның бұл келуіне аң-таң болды. Ол өзін бұл іске еш қатысым жоқ деп сендіріп бақты. Сондай-ақ Кетидің денесі мен темекі тұқылы табылған Сей Пирс көлі маңында 1 жылдан бері болмағанын айтып ақталды. Дегенмен Стоклмен ДНК үлгісін тапсыруға мәжбүр болды, және сараптама нәтижесі бәрін анық көрсетті. Кетидің денесінен табылған шәует дәл соған тиесілі еді. Енді ешқандай күмән қалмады. Энтони Стоклман тұтқындалды. Бірақ тергеушілерді мазалаған тағы бір маңызды сұрақ болды. Ол Чарли Хикманмен қалай байланысты? Өйткені осыған дейін дәл сол Хикман Кетиді өлтіргенін мойындаған еді. Полиция Хикман Кети жоғалған күні кімдермен бірге болғанын анықтау үшін бірнеше адамды сұрақ қалды. Соның нәтижесінде белгілі болғаны, оның қызды көлге апарып үлгеретін уақыты мүлде болмаған. Яғни ол жалғыз өзі мұны істей алмайды. Бұдан бөлек Кетидің қолын байлауға пайдаланған арқан да Хикманға тиесілі емес болып шықты. Арқаннан Энтони Стоклманның ДНК-сы табылды. Сол себепті Кети Колманды зорлау және өлтіру ісі бойынша барлық айып тек Энтони Стоклманға тағылды. Мамандардың айтуынша, Хикманның бұрынғы мойындауы
ұзақ уақыт бойы есірткі қолдану нәтижесінде пайда болған нашақорлық психозының салдары болуы мүмкін. Ол түрмеде 3 ай отырған соң өз сөздерінен біржола бас тартты. Тергеушілерге қылмыстың бүкіл хронологиясын қалпына келтіру мүмкін болды. Кети жоғалған күні дүкеннен үйіне қайтып келе жатқан. Дәл сол сәтте Энтони Стоколмен анасының үйінен заттарын көлікке тиеп көшіп жүрген. Бұл үй Кетидің жолының бойында орналасқан еді. Болжам бойынша, ол қыздың назарын аударарлық бір нәрсемен қызықтырып, оны үйдің ішіне кіргізіп алған. Үйдің ішінде, төсектердің бірінде ол Кетиді зорлаған. Бұл дерек кейін дәлелденді. Қыздың киімінен табылған қызыл жіптер Стоколманның анасының үйіндегі көрпеде де дәл сондай болған. Осыдан кейін бұл Кетидің қолын байлап, көлігіне отырғызып, Сей-Пирс көліне қарай бет алған. Болжам бойынша, қыз қатты шок жағдайда болған. Сол себепті оны көлікте көрген куәгер әйел қыздың көмек сұрап жатқан немесе қарсыласқанын байқамаған. Көл жағасына жеткен соң, Энтони Стоколман оның қолын байлаған күйі жартас шетінен төмен итеріп жіберген. Сол сәтте ол үнсіз тұрып, Роджер маркалы сигаретін шегіп, Кетидің өлімін сырттай тамашалап тұрған. Прокурормен жасалған процессуалдық келісім аясында Энтони Стоколман Кетиді азғындықпен қорлағанын және өлтіргенін толық мойындады. Бұған жауап ретінде прокурор өлім жазасын талап етуден бас тартты. Осылайша, Энтони Стоколмен өмір бойы бас бостандығынан айырылды. Алайда бұл оның жазасының ең ауыр бөлігі емес еді. Ол жазасын өтеу үшін Мичиган-Сити штатына қарасты түрмеге жіберілді. Бірақ ол бұл түрмеде Кетидің туған немере ағасы 22 жастағы Джаред Харристе отырғанын білмейтін. 2006 жылдың 22 қыркүйегінде Джаред Харрис Энтони Стоколман отырған камераға жасырын кіріп кетіп, қолындағы үшкір затты Стоколманның тамағына тақап, қозғалмауын бұйырған. Шамамен 1 сағаттан кейін Харрис камерадан сыртқа шықты. Артында Стоколманның маңдайында үлкен әріптермен ойылып жазылған татуировка қалды. Кетис Ревенж, Кетидің кегі. Джаред Харрис бұл әрекетке барған кезде бостандыққа шығуына небәрі жарты жыл ғана қалған еді. Алайда сол әрекеті үшін оған қосымша 7 жыл түрме жазасы кесілді. Бірақ кейін өзі айтқандай, ол бұл ісіне еш өкінбейді. Энтони Стоколман сол оқиғадан кейін жеке камераға ауыстырылды. Енді ол жалғыз тамақтанады, жалғыз тынығады және мүмкіндігінше әрдайым жалғыз қалады. Оның ендігі өмірі мәңгілік жалғыздық пен үнсіздік.